Сәлем құрметті YouTube көрермен, бұл кезекті ай және кезекті айдың үздіктері. Маусым айы бітті, тарих қойнауына кетті және бұл ай үздіктері номері 2. Мен осы айдағы 4 үздігім. Біріншісі жақында ғана шыққан Ойжымбақ мультфильмі, екіншісі Ақша психологиясы деген кітап, үшіншісі Төртеу түгел болса деген подкаст, азында ерте тұруға байланысты, және төртіншісі бұл Олжа Пиктің ұсынған To Do List парақшасы. Мынандай. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Кеттік. Біріншісі мультфильм дедік. Ойжымбақ осы айда ғана шыққан фильм. Негізінде қазақшасына барғым келген, бірақ та сеанстар болмай, орысшасына, яғни головоломки деген версиясына баруға тура келді. Pixar студиясының анимациялық проектісі алғашқы күндерінде Американың өзінде 155 миллион ақш доллар тапқан екен. Ал бұл болса өткен жылғы Барбиден кейінгі ең үздік старт. Барби сол кезде 162 миллион тапқан болатын. Фильм қатты ұнады. Бірінші бөлімдегі кішкентай қыз есейіп, енді подросток шаққа келеді. Жаңа ортаға тап болады. Өзін жақсы жағынан көрсеткісі келеді. Достарымен проблемалар пайда болады, яғни жаңа мінездері шыға бастайды. Немесе басқа сөзбен жас қызда жаңа эмоциялар пайда бола бастайды. Ал фильмнің слоганы болса жаңа эмоцияларға орын тап. Яғни адамда әрбір эмоцияның болуы, мысалға ашу, қорқу, уайымдау, қуану, қызғану деген сияқты эмоциялардың барлығы болуы бұл норма. Әсіресе баланың подростық шағында осы эмоциялардың барлығы болуы бізде баланы өзде қабылдау керек екенін түсінсек болады. Және маңыздысы ата-аналарға мән беру керек бір дүниені түсінсек болады. Ол баланың кішкентай кезден бастап эмоцияларын тұншықтырып тастауға болмайды. Оны бала сезіну керек, және эмоцияларды дұрыс басқара алсан, ашу заны, қызғанышты бір проблема емес екен. Оларда адамда болу керек эмоция екенін түсіну керек. Интернетке шығып қойған болу керек. Бұл мультфильм тек кішкентай балаларға арналған деп ойламаңыз. Үлкен кіші кәріге барлығына да арналған, пайдалы болатын мультфильм. Кеңес беремін. Екінші үздік бұл подкаст. Осы айда бірнеше подкаст көрдім. Соның ішіндегі үздігі Төртеу түгел болса ұсынған ерте тұрудың ақшаға не қатысы бар деген подкасты болды. Подкасттың есімін ұнады. Авторлар өздерінің өмірлік тәжірибелерімен бөліседі. Тек теориядан, ауадан, судан әңгіме айтпайды, өздерінің басынан кешкен тәжірибелері туралы сөз қозғайды. Ішінде ерте тұруды өмірлік салтына айналдырған Азамат Скарф мырза да бар. Авторлар өздерінде ерте тұру қандай пайда алып келгендігі туралы да айтады. Ерте тұрудың физикалық және психологиялық артықшылықтары туралы, таңертеңгі уақыттың тыныштықта өтетіндігі, ойлау қабілетінің жоғары болатындығы, жұмысқа деген ынтаның артуы туралы айтады. Ерте тұруды әдетке айналдыру үшін нақты кеңестер мен әдістер ұсынады. Және таңертеңгі уақытты дұрыс қолдану арқылы өмір сапасын қалай арттыруға болатынын айтады. Ішінде Мейірбек мырзаның бір ойы өте қатты ұнады. Қымбат нәрселер өте арзан тұрады деген. Мысалға суды келтіреді. Өте арзан тұрады, пайдасы қымбат кофелерден, смузилерден көп. Паркте жаяу жүру су тегін, пайдасы көл көсір. Денсаулыққа пайдалы жаңа идеялар пайда болады, ойлануға мүмкіндік болады деген сияқты өте керемет мысалдар береді. Видеоның негізгі мақсаты ерте тұрудың маңыздылығы мен оның қаржылық табысқа қалай әсер ететіндігі туралы ақпарат беру және мотивациялау. Ерте тұруды әдетке айналдыру арқылы өмірде көп жетістікке жетуге болатындығын айтады. Кеңес берем, қарап көріңіздер. Үшінші бұл кітап Морган Хоузелдің ұсынған дегенде жазған Ақша психологиясы деген кітап. Бұл туралы мына жерде жазып қойған екен. Джейсон Цвейк, Wall Street Journal'ның авторы. Соңғы жылдары жарық көрген қаржылық сауаттылық жөніндегі ең үздік және ерекше кітап деп жазған екен бұл кітап туралы. Бұл кітап біздің психологиялық көзқарастарымыз бен әдеттеріміз қаржылық шешімдерге қалай әсер ететінін зерттейді. Морган Хоузел өзімізді біз ақшаға келген кезде қалай ұстайтынымызды зерттейді және өзінің ойларымен, тұжырымдамаларымен бөліседі осы кітабында. Ең бірінші Хоузел өзінің кітабында тарихқа тоқталып бастайды. Хоузел ақша тек сандар ғана емес, ол эмоциялар деп бастайды. Ол өзінің психологиялық көзқарастарын түсінудің маңыздылығын көрсету үшін жетістікке жеткен немесе сәтсіздікке ұшыраған адамдардың оқиғаларын баяндайды осы кітабында. Екінші ол бізде жиі кездесетін психологиялық ловушкаларды сипаттайды. Мысалы, ол ұзақ мақсаттарға емес, неге біз қысқа мерзімді эмоцияларға беріліп кетіп шешім қабылдайтынымыз туралы
түсіндіріп береді осы кітабында. Яғни не үшін капиталды жинай алмаймыз, неге жинағымыз келмейді, неге эмоцияларға беріліп кете береміз деген сияқты өте керемет түсіндіреді. Хаузель сонымен қатар жақсы қаржылық әдеттерді қалай дамыту керектігін бас айтады. Бұл жерде тәртіптің, шыдамдылықтың, яғни ақшаға жарату барысында өте маңызды екенін атап өтеді. Мысал ретінде қаражатпен өмір сүру деген бір ереже ұсынады. Бұл жерде яғни қарыздан құтылу және капиталды жинау үшін ұсынған бір ереже. Өздеріңіз кітапты оқып толықтай таныса алсаңыз болады. Бұл кішігірім ревью, сондықтан ұзақ созбай қойын. Теориядан басқа кітапта көптеген практикалық кеңестер бар. Мысалы, Хаузель әрқашан қосымша жоспар құруды және қаржылық қауіпсіздік жастығын, яғни орысша айтқан кезде подушка безопасности болуын ұсынады. Ол сондай-ақ табысқа жету мүмкіндігін арттыру үшін өзімізге және білімімізге инвестиция салуға кеңес береді. Егер сіз психологияның біздің қаржылық шешімдерімізге қалай әсер ететінін білгіңіз келсе, міндетті түрде Морган Хаузелдің осы бір кітабын оқып шықсаңыздар болады. Және бізде төртінші көптен күткен деген қалай? Физикалық зат, бұл тағы Олжа Пектен жақында осы жақтың бір бренд амбассадоры боламау. Бұл қарапайым ғана to-do list, бірақ та енді дизайны қатты ұнады және де отандық өнім болғаннан кейін осыны сіздерге айтып берейін деп жатырмын. Көбінесе мен телефоныма жазып қойып отырсам, to-do листтерді, жасайтын заттарымды. Жұмыс шыққан кезде бірден жазып алуға әрине телефон ыңғайлы. Бірақ мен өзімнің жұмыс орнында болған кезде жұмысқа келемін және сол күнге жасау керек дүниелерді бірден жазып қойға тырысамын. Жасау керек дүниелерді жазып, қасынан домалақтап біткен кезде птичка қойып отырамын бірден. Бұл маған бар жұмысты көз алдымда көріп тұруға, жұмыста бос теңселіп жүріп қалмауға көмектеседі. Және тағы бір жақсы жағы, ойын шашыраңқы болмайды, яғни не істеу керек еді, не бар еді деп есіне түсіре алмай, оны уақыттың босқа кетпеуіне кепіл болады. Егер де бітпей қалған жұмыстар болса, келесі күнге жазып қоясыз және келесі күні бірден жұмысқа кірісіп кетсеңіз болады. Қорытындылай келе, пайдалы дүние, жұмыс орныңызға қойып қойсаңыз, пайдасы тиері анық. Осымен бізде маусым айының үздіктері аяқталды. Өзімнен топ 4-імді сіздерге ұсындым. Осы рубрикамен шығып жатқан бұл екінші видео. Біріншісі мамыр айының күн көргіңіз келсе, қазір мына жерге сілтеме қалдыратын боламын. Кіріп қарап көріңіздер. Лайк, коммент, тіркеліп кетсеңіздер, әрине риза боламыз. Сау болыңыздар, бір аптадан кейін көріскенше.